Балауса қызым, балабақша бітіруіне орай қоштасу кешіне дайындаламыз. Шашын әдемілеп бюролап, барлық қыздардың басына бантик жасадық. Арнайы қоштасу лентасын тапсырыс беріп, барлығына бірдей етіп, прокатқа көйлек алдық. Балаусаның артынан жүгіріңіздер, қоштасу кеші қалай өтті, бірге көреміз. Балабақша ұжымы өте әдемі оформление жасаған. Әр баланың атын атап, осылай сахнаға шығарды. Ең алдымен апаймен бірге бір би. Сұлу қыздарымыз қолына көгершін тағып, көгершін биін биледі. Балаларымыздан қаламыз ба деп ата-аналар болып, бір күн бұрын осылай флешмоб ұйымдастырдық. Результатын қабыл алыңыздар. Дайындық аз болғандықтан қатты қобалжыдық, биімізді бағалаңыздар. Кішкентай байлақайлар ән айтты, ұлдар да би биледі. Ал енді менің қызымның тақпағы. 6 жасқа толамыз, әдепті бала боламыз. Ата-ананы қуантып, мектепке кетіп барамыз. Мектеп біздің панамыз, мектеп біздің анам. Уақытты ұстаздап, қаптарын аламыз. Және балабақшадағы соңғы вальс. Үлкен топ келесі топқа кілт ұсынды. Балабақша меңгерушісі алғыс сөз айтып, барлық балаларға диплом және винеткасын табыстады. Ата-аналар да алғысын білдіріп, осындай алғыс хат жасады. Және балапандарымызды тәрбиелеген апайымызға гүл шоқтары. Балапандардың барлығын фотоға түсіріп, осылай лентасын қырқып қоштасты. Кеше ғана балабақшаға барған қызым, міне балабақшаны да бітіріп қалыпты. Қош бол балабақша, апайы мен достарын қатты сағынатын боламыз.